Сайрам ауданында ардагерлердің жаңа ұйымы өз жұмысын бастады. Германиядағы кеңес әскерінің тобы мен Варшава келісімшарт әскери топ ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігінің ауданда филиалы ашылды. Бұл ұйымның ресми атауы Германиядағы кеңес әскерінің тобы мен Варшава келісімшарт әскерінің топ ардагерлері қоғамдық бірлестігі. Яғни бұл бірлестіктің құрамына Венгрия, Польша, Чехословакия елдерінің әскери борыштарын өтеген азаматтар да кіреді. 22 жылы наурыз айында Германиядағы кеңес әскерлерінің тобы, Варшава келісім шарты әскерлерінің тобы ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігі деген атаумен республика көлемі бойынша осындай қоғамдық бірлестік өмірге келіп, Қазақстан Республикасының әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтіп, жұмыс жасай бастаған. Дәл енді бүгінгі таңға дейін 22-23 жыл болды. Қазақстан Республикасындағы барлық облыс орталықтарынан, үлкен аудандардан сол республикалық қоғамдық бірлестіктің филиалдары ашылып жұмыс жасап жатыр. Ал енді бүгінгі күнге келетін болсақ, мына Түркістан облысы Сайрам ауданында кешегі қараша айында Түркістан облысының Сайрам ауданы бойынша филиалымыз мемлекеттік тіркеуден өтіп өз жұмысын бастады. Бүгінгі күні енді сол Германиядағы кеңес әскерлерінің тобы, Варшава келісімшарты әскерлерінің тобы ардагерлерінің Түркістан облысы Сайрам ауданы бойынша филиалының ең алғашқы ұйымдастыру іс-шарасына келіп отқан жағдайымыз бар. Аудандық филиалдың басшысы Бердіқұлов Нұрлыбай деген азамат. Сайрам ауданында бірлескен жылды қорытындылау республикалық ұйымның басқосуында айтылған жақсы әңгімелердің барлықтары елдің халықтың бірлігі мен ынтымағын нығайтып, жастарға отансүйгіштік тәрбиелеуде мемлекет басшысының саясатын жүзеге асырудағы үлкен жақсы қорытынды жиын болды. Германия республикасында қызмет жасаған Қазақстан Республикасының азаматтарының Сайрам ауданындағы филиалы заңды тұлға болып тіркеліп, мына қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесі негізі Сайрам ауданындағы барлық қоғамдық ұйымдардың жұмыстарын үйлестіруші ретінде 24 жылға бірлескен жоспарлар түзетін болып келістік. Негізгі бағытымыз жастар тәрбиелеу, отансүйгіштікке, ұлттық құндылықтарды насихаттау, ақпараттық насихат тобының алқа мүшелеріне осы филиалдың 11 ауыл округіндегі өкілдерін қосып, 24 жылға құда қаласа үлкен жүйелі жоспарлы жұмыстарды жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, сонау КСРО тұсында Германия, Варшава келісімдегі мемлекеттер Венгрия, Чехословакия, Югославия, Румыния елдерінде отан алдындағы борышын өтеген қазақстандықтар осы қоғамдық бірлестіктің құрамына кіреді. Бірлестіктің негізгі мақсаты алдыңғы толқын аға ұрпақ бойындағы патриоттық тәрбие мен қазақ қаймақ бұзылмаған ұлттық өнегелерімізді бүгінгі жас ұрпақтың бойына сіңіре білуге қол ұшын созу. Ұрпағымызда ұлттық құндылықтарымызды сақтауға дәріптеуге үйрету, оның ішінде интернационалист жауынгерлердің жүріп өткен жолдарын насихаттау. Жиынға жиналған себебіміз Сайрам ауданында біздің республикалық қоғамдық бірлестіктің филиалы ашылып отыр. Осы жиында өте келелі мәселелер көтеріліп жатыр. Негізгі біздің қоғамның негізгі міндеті мынау жасы өскелең ұрпақты патриоттық сезімде тәрбиелеу, аталарының жүріп өткен ерлік жолдарын насихаттау. Бүгінгі жиында осы мәселелер айтылды. Өте рахмет. Мынау қоғамдық келісім ұйымының басшысы Базарбай мырза қатысып, басқа да ардагерлер қатысып, осындай жақсы жиын өтті. Алдағы осы филиалдың еңбектеріне табыс тілеймін.